осы YouTube-ке тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, міндетті түрде бірнеше мәрте комментарий жазып, лайк басып, бөлісіп, таратып отырыңыздар. Аяқ астынан кеше Путин мынандай сөз айта қалды. Яғни Украинаның өкіметін заңсыз дейді екен. Украинаның өкіметін енді Біріккен Ұлттар ұйымы, Америка, тіпті Қытай бақылауға алу керек. Сөйтіп Украинада сайлау өту керек. Зеленский заңды президент емес екен. Путин өзі анау 25 жыл, 27 жыл отырса отыра береді екен, бірақ Зеленский заңды емес екен оның ойында. Сондықтан демократия орнату керек екен. Мына демократия деген сөз Путиннің аузынан шыққан кезде бейне иттің аузына алтын тіс салып қойған сияқты көрінеді екен. Естеріңізде болса керек, анау 70-80 жылдарда қазақтарда аузына алтын тіс салатын моды болған. Күлсін күлмесі мына бір ерінің көтеріп тұрып, ана тура міне жердегі тіске алтын салып, немесе алтын жалатып ап, соны ыржиып, ана алтынды көрсету, келсін келмесін қарқылдап ауызды ашып күлу моды болған қазақ қоғамында. Аузында алтыны бар адам, бай адам, салауатты адам саналған. Тіпті сапсау түсін қопарып алтын салып алған ақмақ қазақ бұрынғы заманда жеткілікті болатұғын. Енді қарасаңыз, Путиннің аузынан демократия деген сөзді естігенде, адамның аузынан алтын тіс көріп үйреніп қалған біздің заманымыз түгілі былайғы елдің өзі таңырқайтындай болды. Иттің аузынан алтын тіс көргендей шошып кеттік, сөздің шыны. Енді қызықтың көкесі болғалды. Трамп алды да Америкаға импортталатын бүкіл көліктерге кедендік салық енгізіп берді. Қазір есімде жоқ, 20-25 па сондай кедендік салық енгізіп тастады. Енді Еуропа шамданып жатыр. Бүкіл Германияның көлігі, Францияның көлігі, ішінде Жапония бар, Жапонияның көлігі, қысқасы Канаданың көліктері, Канаданың көлік өндіретін бөлшектері, жаңағы Еуропасы бар, басқа бар, Қытай бар, Жапоны бар, Оңтүстік Корея бар. Енді бұл көліктердің өзі және олардың бөлшек заттары Америкаға аса жоғары кедендік салықпен кіреді. Аса жоғары кедендік салық. Енді қараңыздар. Машинаңыздың артты көретін екі терезесі. Машинаңыздың әйнектері. Алдыңғы үлкен әйнегі, артқы үлкен әйнегі. Алдын сүртетін сүрткіш, артқы әйнекті сүртетін сүрткіш. Тағы басқа анау шұрым, бұрымдар. Қысқасы машиненің доңғалағы. Қысқасы қиқым, биқым, сіз білетін, біз білетін, сіз білмейтін, біз білмейтін шұрым, бұрым, дөңгелек, бент, анау, мұнау, соның барлығына кедендік салық салады. Енді қараңдар. Жапонның Тойотасы, Хондасы, Корейдің құйында Дайвосы, енді немістің BMW, Мерседес, Бензі, арғарай Францияның көлігі, Канададан өндірілетін көліктің негізгі жабдықтары мен қосалқы жабдықтар. Бәрі қымбатта қалды. Бұл деген сөз енді Еуропа мен Американың ортасы үлкен кетісетін әңгіме болып тұр деген сөз. Бұлай қарап отырсаң, бұлай бір жақсы бір оптимистік, үміткерлік көзқараспен қарап отырсаң, Америка мен Еуропа келісіп ап, әй мен мынандай рөлде ойнайын, сендер мынандай рөлде ойнаңдар. Мен Путинжанға жаңағы қолымды созайын, сендер Украинаны қолдай беріңдер. Мен мына жақтан Қытайдың кеңірдегінен қысып, Қытайдың экономикасын күретейін, сендер ары қарай сол созбаққа салып, Ресейді сол көріне қарай сүйрей беріңдер деген әңгіме бар сияқты деп ойлауға болады. Бірақ бұл да кейде ойласаң, тым сәби саналы ма деп қаласың. Бірақ қалай болмасын, Трамптың айтқаны орындалып жатыр. Ол ано 45-ші президенті кезінде айтты. НАТОның бүкіл шығынын неге біз көтереміз? Неге сендер өздеріңнің жалпы ішкі өнімдеріңнің бәлем пайызын салмайсыңдар? 3%-ға неге жеткізбейсіңдер? Неге 5%, кейбір елдер неге 6% төлемейсіңдер? Неге сендердің шекараңды мен күзетем? Неге менің сендердің шекараңды күзеткен армияма сендер неге төлемейсіңдер? Кем дегенде неге азық-түлігін көтермейсіңдер? Деп талап қоятын. Енді қазір ол алдыда қаласаң НАТОдан шығам деді. Тіпті Трамптың сенімді серігі Илон Маск НАТОдан шығу керек деді. Ал бұның барлығы айналып келгенде Еуропаға қысым болды. Енді Еуропаның, НАТОның басшылары, жеке мемлекет басшылары, НАТО дейтін ұйым басшылары, Еуропа одағының басшылары ашықтан ашық
анық түрде, жария түрде енді Еуропа НАТОға баламалас өз күнін өз көретін әскери одақ құру керек дейтін әңгімені айтып отыр. Демек, ендігәрі Еуропа баяғыдай жаңағы миллиардтаған ақшаны қоғамның басқа саласын емес, енді әскери салаға салатын болды. Осы уақытқа дейін Украинаға көмектің аса басым көп бөлігін тек қана Америка беріп келген болса, тұтас Еуропа бірігіп отырып, Украинаға берілетін көмектің өте аз бөлігін ұстап отырған болса, енді Еуропа кәдімгідей Украинаға қалтасын ашып отырып көмекті беретін болып отыр. Неге? Өздеріне Украина керек болып отыр. Мүмкін бұл Зеленскийдің Трамптың сирек кезігетін жер элементтері туралы келісім шартына тойтарыс беруінің ар жағындағы себеп болуы мүмкін. Себебі сирек кезігетін жер элементтері туралы оның Франция мен тағы басқа еуропалық елдермен өзара ішкі ымырасы бар болуы мүмкін. Яғни ол Зеленский тағы бір мәрте Трамптың бетіне қасқайып тұрып, «No» деген сөзді айтатын, қошқан аққа ие болып отыр, күшке ие болып отыр деуге болады. Егер ондай артында тіреп тұрған күші болмаса, Жасылбайдың жаны екеу емес қой. Демек, бұл арада сізде бізде түсінбейтін бір гап бар болып отыр. Енді қызық. Канада мен Американың арасы қатты кетісіп бара жатыр. Американың өзі құрлықта Құдай қосқан екі ақ көршісі бар еді. Оңтүстігінде Мексика, солтүстігінде Канада. Бірақ Канаданың бүкіл тірлігі, бүкіл жан бағу жолы Америкамен байланысты еді. Канада сөздің шыны керек, Америкаға өзі өндіретін бүкіл тауарды Америкаға экспорттау арқылы және Америкаға көптеген тауарларды өте жеңілдетілген салықпен енгізу арқылы жан бағып, байып, бақуатты өмір сүріп отырған ел еді. Енді алдыдағы сақ еткізіп кедендік салықтарды көбейткен кезде Канаданың жаңадан билікке келген басшысының өзі ол да қыңырайған біреу екен, енді келсең кел, тұрысатын жеріңді айт дей қалды. Демек, бұл Америка мен Канаданың ортасындағы бұндай одақтастықтың бұзылуы шын мәнінде кімге пайдалы, кімге пайдасыз дәл қазір бірдеңені кесіп айту қиын. Бірақ бір нәрсені білуге болады. Американың экономикасы қуатты, және оның халқы көп. 300 миллионнан артық халқы бар. Канаданың экономикасы Американың осы үлкен мұхитына олар өздерінің өнімдерін салу арқылы үлкен нарықтан үлкен пайда тауып отырған ел еді. Енді Канадаға тың нарық іздеу керек. Еуропаға, немесе басқа жаққа. Ал ол тың нарықты, ол бұрынғы сол нарықты ұстап отырған басқаларды ығыстыруына тура келеді. Ол да үлкен әңгіме. Демек, түптің түбінде Канада шарасыздан экономикасы шатқаяқтаған кезде Америкаға тізе бүгуі мүмкін.